Жаһандық энергетикалық стратегияда қуат көзін әрқашан басты орынға қоятын ақш қазір әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші саналады. Тәулігіне 15 миллион баррельден астам мұнай өндіретін Америкадан кейін 12 миллион баррель көрсеткішпен Сауд Арабиясы, ал одан кейін 11 миллион баррель мұнай өндіріп Ресей үшінші орынға жайғасты. Түріктің Сабах басылымының жазуынша күніне 63 мың баррель мұнай өндіретін Түркия Бахрейннен кейін 59-шы орында тұр екен. Бұл 114 мемлекеттің ішіндегі тәуір көрсеткіш, өйткені әлемнің 95 елі мұнайды мүлдем өндірмейді. Елдің бір күндік мұнай өндірісінің 72% тиесілі мемлекеттік мұнай компаниясының үлесі сүбелі деп жазады автор. Түркиядағы мұнай өндірісі елдің қажеттілігінің 7%-ын қамтамасыз етеді. Солай бола тұрса да Түркия орналасу ерекшелігіне байланысты өзге елдерден оқшауланып тұр. Осы ерекшелік үшін мамандар түрік елін энергетикалық қиылыс деп атайды. Бүгінде осы өлкедегі Босфор мен Дарданелла бұғазынан күніне 2 миллион баррельден астам Каспий мен Ресей мұнайы танкермен тасылады. ақш-тың энергетикалық ақпарат басқармасының баяндамасында Түркияның континентальды Еуропа мен Атлант нарығындағы ең басты торап екендігі айтылады. Қытайдың шекара қызметі елге келген 14 пен 70 жас аралығындағы шетелдіктердің саусақ таңбасын алуға кірісті. Voice of Americaның хабарлауынша, саусақ таңбасын алу жұмыстары 10-шы ақпанда ең алдымен Қытайдың ірі қалаларының бірі саналатын Шыңжаңда басталған екен. Жаңа жүйе халықаралық Баоань әуежайында іске қосылды. Қытайдағы барлық шекаралық бақылау бекеттері 2017 жылдың соңына дейін жаңа тәртіпке көшірілетін болады, деп мәлімдеді Қытай Халық Республикасындағы қоғамдық қауіпсіздік министрлігі. Бұл жаңа бастаманың енгізілуін миграциялық бақылаудың күшейтілгендігімен байланыстырған Қытай билігі елге келген шетелдіктердің саусақ таңбасын алу тәртібін жолға қойған өзге мемлекеттерден үлгі алғанын айтып отыр. Немістің Бундесбанкі Германияның алтын қорын қалпына келтіру туралы жоспарына сай былтыр 238 тонна алтынды Франкфуртқа кері қайтарды. Рейтер бұл бағыттағы жұмыстардың уақытынан бұрын аяқталуы мүмкін екендігін жазады. Бұған дейін немістің орталық банкі былтыр Нью-Йорктен 111 тонна, ал Парижден 105 тонна алтынды кері келгенін жария етті. Бұл жұмыстар жоспарға сай жүргізілді, алтынды тасу ісінде ешқандай кемшілік болған жоқ. 300 тонна алтынды Нью-Йорктен Франкфуртқа жеткізу жоспары 2016 жылы толығымен мүлтіксіз орындалды деп мәлімдеді Бундесбанктың басқарма мүшесі Карл Людвиг Тилле. Оның сөзінше, орталық банк Париждегі алтындарды тасу жоспарын іске асыра алады. Яғни енді француз астанасында немістің алтын қоры сақталмайтын болды. Осылайша Бундесбанк 2020 жылға таман Германияның алтын қорының тең жарымын Франкфурттегі өз қоймаларында сақтауды мақсат етіп отыр. Айта кетелік, осыдан 4 жыл бұрын Германия билігі Франция мен ақшта сақталып келген алтын қорының бір бөлігін кері қайтаратынын жариялаған еді. Бұл өзгерісті бастама көтерушілер резерв пен аудитті басқару тәжірибесін жақсартуға талпынғандығымен түсіндірді. Марстағы шөл дала әлдекімдердің күшімен пайда болуы мүмкін. Мазерборд тілшілері қызыл ғаламшарда жүрген Curiosity қондырғысы жолдаған фотосуреттерге қарап осындай ой түйді. Марста арагідік болса да жел соғып тұрады, бірақ екпіні жер бетіндегідей аса күшті емес. Мұндағы атмосфералық қабат та әлдеқайда жұқа. Біраз құм шағылдарды әр жерден байқауға болады. Түсірілген суреттерге қарап желдің бәсең болғанына қарамастан шаң көтерілгені аңғар дейді ғарыш зерттеушісі Эмили Лагдавелла. Бұл фотосуреттерді америкалық НАСА аэроғарыш агенттігі жариялаған еді. Осы агенттіктің тапсырмасымен бірнеше жыл бойы Марстағы тіршілік нышандарын іздестіріп келе жатқан Curiosity қондырғысы түсірген суреттердің арқасында ғалымдар құм шағылдарын зерттеуге мүмкіндік алды. Лагдавелла түсірілген суреттерге қарап желдің теріс бағытқа соғатынын анықтады. Айта кетелік, Curiosity ғарыш аппараты 2014 жылы қызыл ғаламшардағы Гейл кратерінің ауданына қонған еді.